Ассаламу алейкум рахметуллахи баракатух. Ағайын туысқандар, амансыздар ма? Мал бастарыңыз, іштеріңіз аман ба? Бүгін міне 20 қараша. Осындай міне мотосеруенге шықтым. Мынау Жалтыр ауылының Қарасуы. Мұздың бетіне шығуға болмайды. Мұз бір жібіп тұрған кез. Міне ауылы Жалтыр ауылының. Көлігіммен келдім міне. Жақсы жетіп келді. Жел қатты. Оңтүстік батыстан соғып тұр қазір. Даже оңтүстіктегі болады. Кеше салқын болған, бүгін 7 градусқа жылы. Сондықтан ауа, жылы ауа, суық ауаны айдап жатыр. Жел қазір. Енді бірақ тасынға барып отырмақшымын. Мынау Жалтыр ауылының ойы ғой. Жақсы жер өте. Анау ағаштар тұрған жерге бармақшымын қазір. Сол жақты бір аралап өтіп. Осындай жағдай. Міне өзім әдемі көрініс, сондай көркем. Осы көркем көріністі аралап өтейін деп келдім. Міне ағайын туысқандар, амансыздар ма? Осындай көркем жерде серуен жасап жүрмін міне. Қазір міне ендігі ары қарай серуенімді бұлайға жалғастырам. Қазір мына жаққа өтемде, ар жақтан жол бар. Мынау жерде біздің Тарақты деген жері бар. Сол Тарақты жеріне шейін барып қайтып, содан қайтып келем. Құдай жазса. Ана ойменен жүріп отыру, ана жерде жол болу керек. Бір 3 километрдей осы жерден. Сосын қайтадан келіп анау талдар тұрған жерге отырып, сол жерге дем алмақшымын. Оған шейін бір айналып келуім керек. Міне тоғайыңда әлі мал жайылып жүр түгелі. Қойларың, жылқыларың міне. Түгел мал, қазір халықтың малы жайылып жүр енді. Күн дегеніңіз шымылсыз жаз, қазақша айтқанда. Только мына мұздың үсті қатпай тұр, мұзға шығуға болмайды. Мынау жер, мынау бұрылыстан әне бұрылысқа шейін таяз, одан ары қарай өте терең. Ар жағы Темірбай кеткен деп аталады екен. Мынау Қамысқа шейін жер. О жер өзі терең. 4-5 метрлік жер бар. Одан да терең жері бар. Бір қыста мен нұр келгенде март айында келіп, осы жерден балық ауладым бір жылдары. Ол енді ертеректе, осыдан 6-7 жыл бұрын. Содан жаңағы үлкен қолында таяғым бар. Жардың мына оң жағы әрқашанда қарлы болады ғой. Қарды түтіп келе жатқан, бірақ ағашым кіріп кетті. Қарасам шөңгір. Ана астында көз бар екен. Сол көз жаңағы родник дейді ғой орысша, бұлақ. Сол жаңағы астынан жылы су шығарып, әлі жерде ұстап тұрады екен жылым. Сондықтан қыстың өзінде апасына о жерде өте қауіпті. Байқап жүрмесе
ойылып кетуге болады. Құдай сақтасын. Ал міне қазір енді Құдай жазса ары қарай жылжимын. Міне өзімнің көлігімнің жанында ықтап демалып отырмын қазір. Осындай жақсы серуенде жүргенді ұнатам. Құдай жазса Алла тағала жол амандығын берсін. Қазір енді ана жаққа барып, сол қайтам. Ағашты алғым келмеді. Оңға ұсақ ағашын алдым. Ал енді. Ал аманшылықпен ана жерде кездесуге Алла нәсіп етсін, аман болыңыздар. Міне мата серуенімді жалғастырып келе жатырмын. Мынау міне Тарақты өзегі деп аталады. Оң жағындағы дамбының ар жағы Малайсары ауылынікі. Мына жағы міне бұрынғы Жалтыр, қазіргі Кентүбек ауылынікі. Мына жер Әупілдек деп аталады. Неге десеңіздер, мына көлдің ар жағы түгелі. Анау Өзденбай деген жерге шейін жердің жаңағы өте батпақты ең ақырғы шабылатын жер болған. Қазірдің өзінде солай ғой деймін, міне маялар әлі тұр. Ең ақырғы шабылады осы жер. Әупілдек деп аталады. Өте батпақты жер. Бұрын енді өздеріңіз білесіздер, Әупілдек деген құс болған. Таңертең кешкі уақыттарда жаңағы әуп деп жаңағы шақырып тұрады. Жаңағы әсіресе көктем кезінде, жаз айында. Қазір ондай құстардың өзі жоғалып кетті, қайда кеткенін білмеймін. Орысша енді білмеймін атын немене дейтін енді. Мынау жер міне бұрын дамбы жасап, бекітіп тастаған, шлюз салып. Бірақ шлюзді түгелін кейін жыртып, су жарықтық өзі арна салып алды. Осының астында түгелі нелер жатыр мына. Шлюздің әлгі трубалары. Мына жағы ары қарай анау қазан суға барады, осыдан айналып. Мына жағы Өзденбай дедім. Өзденбай енді. Өзденбай деген біздің мына Бәсентейін ішіндегі көшін жүректің Өзденбай деген бір атасы. Шежіреден қарасаңыздар тауып боласыздар. Өзденбай деген. Осындай жерге келіп, міне саяхатымды жалғастырып отырмын. Енді жолшыбай басыма киетін шлемменен алақайымды жоғалтып отырмын. Қазір енді қайтарда ізімді таба алсам, жаңағы екеуін тауып алуым керек. Анау жақта сұқпалдыққа кішкене қаттырақ жүргенде секілдеген еді, сол кезде сұқапты. Міне, мынау дамбы 83 жылы салып, осы дамбыменен түгел жерді кішкене бұзып жіберді. Өзек. Мынаның ар жағында тағы бір өзек бар. Ол өзек анау жерде қосылады. Анау жердің атында кейін мен білдім, осында Жаңбырбай деген біздің ақынымыз бар. Өзі журналист, газеттерге ешті мақалалар беріп жүреді. Әсіресе бұрынғы мына Кентүбек Жалтыр ауылы туралы. Көп сол білет жақсы ені. Жаңбырбай деген азамат, Адамжанов несі атаба кегі. Сол жігіттердің айту бойынша мынау жерде бір өзек бар. Мұнда осыдан 1,5 километрдей, 2 километрдей жерде бар. 1,5 километр. Соның жағасында Итқырылған деген жер бар. Итқырылған деген жердің атауы өзі өте қызық екен. Анау 30-шы жылғы 29-30 жылдары қазақтың басына төнген жаңағы аштықты барлығы халық біледі қазір енді. Бұрын білуге айтпайтын да. Сол кезде мына байлардың тұқымы деп енді кішкене шаруашылығы бар адамдарды жаңағы жинап алып, сол жерден шымнан үй істетіп, өздері түрме жасатып, сонда қойған екен дейді. Содан жаңағылар
Енді кім қорқады, совет одағынан қорқады, несін айтып қояды деп. Ішінде адамдар да болды ғой енді. Сол қазақтың іші ғой түгелі. Содан жаңағылардан бірінен бірі қорқып, ана кісілер сол кейінгі кезде итшілік өліммен өлген екен дейді. Жаңағы. Сол жердің аты ит қырылған деп аталып кеткен екен. Сондай жағдай тарихы бар. Ана жерде Қазан су үлкен жанында тоже не бар? Ауылдың орны бар енді. Үлкен ауыл енді. Үлкен ауыл болған болу керек бір кезде. Жаңағы. Үлкен несі бар? Жаңағы. Дөңі жаңағы. Үйлердің орындары дегеніңіз сияқты сондай үлкен ауыл болған. Енді оны білетін адамдарда қалған жоқ. Мына жағы жалтыр неге барады да, мына жағы бөдес деп аталады. Бөдес те біздің ата бабалардың бір аты. Ана көшеншілік, соның көшенінен танитынның аты бөдес деген бар. Ата. Содан. Ары қарай Қаратоғай. Қаратоғай да біздің бабалардың жері. Сол. Онда толып атқан ауылдар болған екен. 5-6 ауыл бар. Ана Дәурен бауырымыздың архивінен алынған документтер бар. Сонда жазылған көп де ауылдар болған екен. Енді кішігірім 50-60 адамым бар сондай. Енді ата менен тұрған ғой. Дәуіт ауылы деген болған. Сонда толып атыр енді сондай аттар анда. 10 шақты ауыл болған. Бірақ енді негізі Қаратоғай деп аталады сол жер. Енді Қаратоғайдан ары қарай білесіздер, біздің ана жаны Қаратоғайдың алды Кентүбек деп аталады. Одан ары қарай Көктүбек деп аталады. Қуысы жаңағы. Мына жердің түгел сондай міне. Міне серуенімді жалғастырып отырмын. Мотоцикл мынау ана жерде тұр әне. Мына дамбының үстіне шықтым. Қазір. Мынау міне Тарақты көл деп аталады. Тарақты Қарасу деп аталады. Бұны әкейім марқұм маған айтып кеткен. Мынау жерде үлкен ауыл болған, мына талдың ортасында. Ауылдың орны болған, ауылдың орны. Оны мына 80 жылдары дамбы салғанда осы ауылдың астына дамбының астына жіберді түгел. Онда техника дегенің бір мықты канал қазатын техникаларды алып келді ғой. Мына түгел тоғайды суландырамыз деп өзі. Үлкен бір неменен сондай бір жоба болып. Бірақ енді суландырған жоқ, түгел бұлықтырды ғой. Мынау міне тура осы ана Ақтерек деген жерге барады біздің. Ақтерек дейміз, ол жаңағы бөдесімізді сол жағымызда. Анау Қаратоғай бөдес, одан кейін Ақтерек, осы тұстағы мына дәл шығатын. Одан арғы жағы Жыланды деп аталады. Одан кейін ана түгел көгерген 6-7 километр, 10 шақты километрдей түгел Көктерек деп аталады. Оны енді бір кезде Совет одағы кезінде фермалар болды ғой, әргі 3 ферма болдық біз. Осы тоғайдың шабатын. Соң мынау 3-шінің Көктерегі дейді. Одан кейін 2-шінің Көктерегі дейді. Одан кейін 3-шінің Көктерегі деп аталады. Мынау қарсы алдымыздағы Дауылбай. Карталарда Табылбай деп жүр. Енді қате. Бұл да Дауылбай дегенде біздің ата бабалардың жаңағы бір несі атамыз Дауылбай. Мана шежіреде түгелі бар ода. Мынау жерде Шоқтерек дейтін бізде, мына дамбының басы сол Дауылбайға барып тіреледі ана. Мынау түгелі Тарақты деген көлдің атында Тарақ Қарасу дейді. Анау жерде тағы бір ауыл бар әне жерде, орны. Анау қуыстан үлкен бір қамыстар бар, о жерде бір ауылдың орны бар. Көрдіңіздер ме? Мынау Тарақты деген біздің атаның жаңағы көрші ел болған ғой. Қырда да Тарақты деген жер бар. Жайлауы болса керек енді. Осында Тарақтылар бар бізде. Тарақтылардың азаматтарына мен айтқам. Осы бір көрсетіп кетейін. Мүмкіншіліктерің болса апарып келіңдер мені деп. Біреу қозғалмады енді, әлі жас қой. Әлі 50-дің ішіне келмеген жігіттер артын әлі ойламайды, қайтем оны деп.
Кейін енді бізде үлкен аталар сияқты бір күні 80-ге келіп қалған адамбыз. Дүниеден өтіп кететін болсақ, жерінде білмей қалуы мүмкін. Орыстар бұл жер Щучье деп аталып кеткен. Анау өзден байды Крестий деп аталады, айтады орыстар. Көрдіңіздер ме? Ана су өзі бір тармақ, неге қарай, жыландыға қарай, ақтерекке қарай кететін тармағы бар. Бұрын ол ағып ататын да. Бер қарай міне Өзденбайға су ағып ататын да келіп. Өзденбайдың ағып кіріп атты ма, әйтеуір су ағып ататын да. Бала кезіміз біз келіп 60-шы жылдарда балық аулауға келеміз соған. Сонда келген кезде жаңағы ағып ататын. Оны енді бертін дамбы салып бөліп тастады жаңағы. Ар жағында екіге бөліп тастады. Өзденбайдың өзіне екіге бөліп тастады. Мына оң жағындағысы енді бір 10-15 шақты жылдың ішінде жаңа құмдап қалатын шығар, табандап. Неге десеңіздер, оған су бармайды. Мынадан еріс жалпы тасығанда барады. Бұрын ол былай ағып атқан суда. Біттей ғана шлюзді еткен, шлюзді неше түрлі тастап бітеп тастаған ғой. Кейін мен бар азаматтарға ашып жіберіңдер деп едім. Олар түгелі қазір әкімдеріңіз жүрексінеді ғой. Бүлдіруге болмайды, бәлен түген деп. Жаңағы. Мынау айттым ғой, мынау. Ана жерде біздің 60-шы жылдары жаңағы тоғайды 3-4-ке бөліп шабатында. Ол кезде мынау өте шөбі сүйгін болды. Шүйгін сондай. Сол кезде ананы бөліп, анау жерде біздің бригада тұратында. 3-ші ферманың бригадасы деп аталады ол кезде. Ар жағы жаңағы Дауылбайыңыз өзі үлкен өзі. Ана ертедегі картада да бар екен. Ондың өзінде Дауылбай Қарасуы деп аталған. Енді орыстар дауыл деп айта алмайды ғой деймін. Дабыл деп айтады, табыл деп айтып кеткен ғой. Мына жағы міне Малайсары ауылы, анау алыста енді ол. Жиекте. Одан кейін ана жерде өзі әртүрлі аттар бар. Жаңағы менің өзім кейін кезде ұмытып қалдым өзі. Жаңағы ауылдардың орны осы жерден басталып, мына жерде. Мына екі ортада Тышқанкөз деген жер бар. Ол менің туған жерім екен өзі. Тоғайда туыптым осы жерде. Мұнайдан бір 2 километрдей жерде. Осы дамбының дәл жанына барады. Анау жерде өзі бір ағаштар бар алыста. Енді не көрсетсе жарайды енді. Көрсете алмайды. Жаңағы, мынаны ғана көрсетер екен. Анау ағаштар Сол ағаштардың бер жағында, анау ағаштарда Тышқанкөз деп аталады. Тышқанкөздің өзінде 2 үлкен ауыл болған екен. Бір ауыл қыстақ болады екен, бір ауылы жазда уақытша тұрады да қайтып кетеді. Пішеншілер деп аталады бұлар. Біздің әкейлер ол кезде сол семьясымен көшіп жүрген екен. Соғыстан кейінгі жылдар ғой, ауыр жылдар. Ешкім ол кезде өз тамағымен, өз несімен қазіргідей столовый түгел ұйымдастырмайды ол кезде. Қос құрып өздері ағаштан қос жасап, жаңағы шалаш дейді ғой орысша. Соны қос жасап, соның ішінде тұрған екен. Сонда мен туған екем сол. Күзде туғам, сентябрьдің 18-і, бірақ енді менің құжаттарымда 18 октябрь деп жазылып кеткен. Жаңағы 18 сентябрьде туған екем сол. Енді қырғүйек қой қазақша айтқанда. Енді ары қарай нелердің аттары көп. Жаңағы Әбдірахман деген жер бар ар жағында. Мына ненің жаңағы Дауылбайдың ар жағында Әбдірахман деп аталады. Сосын бір Жыра деген жер бар. Мына жағы Ақбөңдек деген жер бар. Судың жиегі бар, көл бар, сонда бір өзек бар. Өзектің жиегінде жаңағы Ақдөңбек дейді. Кейін Комсомол деп атап кетті. Біз оны 74-ші жылы мен осы Комсомол деген жұмыс қызмет жасап, сонда әлгі шабандар, жастар шабандар, Комсомол жастар шабандарын ұйымдастырдық сол кезде, шопандарын бригадасы. Содан сол жерге Комсомолды қойдық біз, Комсомолдардың. Кейін кісілер Комсомол деп атай бастады. Ол Ақдөңбек еді.
ар жағында осыдан Сәрсенбай Қарасуы деген бар. Толып жатыр енді сондай жақсы аттар, керемет енді бұл жерде. Сондай жерлер. Міне ағайын туысқандар, осындай әдемі көркем жерде отырым. Осылай міне серуендеп қайтуларыңызға болады, шамаларыңыз келсе осы уақыттарда. Уақыт дегеніңіз зымырап өте шығады ғой. Кеше ғана осы жерде шөп шауып жүредім. Осы мына талдың ар жағы менің загоным болды. 20 гектар жер. 20 гектарды шапқызатын. Біріншіде қолмен шауып жүрдік. Әлгі енді шамаларымыз келгенше жаңағы әртүрлі методпенен енді 90 жылдары далада қалдық қой. Ешкім бізге өзіміз тоғайдан шауып күн көрдік. Мал асырау керек болды, бала шаға асырау керек болды. Сол кезде менің мына жерде 20 гектар жерім бар еді. Кейін басқа мына Көктөбеге көшкен кезде тастап кеттім. Енді керегі жоқ деп. Сөйтсем текке тастаған екен, өкіну, қазір енді кейде өкінем өзі. Мынау осы бір жерде міне, мынау аймақты қолмен шауып жүрдім мен. Осыдан 2-3 шөмей орналастырам мына. Міне бір гектардай жер өзі міне. Осы жерді шауып, ешкім қазірде шаппайды міне. Ана шап алмайды, ана жерлерде арасында мынау дамбы салған кезде жаңағы үлкен техникалар қиып кеткен ғой. Машина жүре алмайды, трактор жүре алмайды. Жаңағы ешқандай көлік жүре алмайды. Мына жерде міне жол жасап апты. Осы жерде өзі жол болатын жиегіменен. Сол жол міне. Балықшылар ғой бұл жасап алған түгел. Осы мына көлге келеді, түгел осы жердің көлдің. Жаңағы. Міне ағайын туысқандар, осындай жердің тарихы бар. Міне. Ал аман болыңыздар. Жақсылықпен кездесейік. Мына өте бір әдемі уақиғаны ұмытып барады екем, айта кетейін. Мына Дауылбай деген жаңағы жер бар, айттым ғой. Осы міне, осы жерде, мен тұрған жерден 2 километрдей. Өзі 2 километрден аспаса 3 километрдей жарайды енді. Сол жерден. Сол Дауылбай бір кезде 60-шы жылдары бір Қытайдан келген Казимир деген орыс азаматы жаңағы ағаш өсіріп, алма өсіріп жаңағы. Сол жерден орыстар огород салады ғой енді. Орыс сол огород салды. Одан кейін ол жерді Саққұздың огороды қылып алды. Жаңағы салып. Сол жердің жанында бір осы түгел аңдып жүретін, аралайтын адамдар болады ғой. Сол жерден бір азамат ылғи мыс сияқты бір металл тапсырып жүреді екен. Мысқа ұқсамайды енді, қортынды жаңағы. Соң біреулер сұрайды ғой, сен мынаны қайдан алып жатсың деп. Ойбай, бәленбай жерде осылай қазып алады. Сөйтсе анау осы дамбыдан жалғасы болып есептеледі ары қарай. 2 километр сол жердің. Соның басында жаңағы атам заманда баяғы осыдан 2000 жыл бұрын біздің бабалар, осы жердегі бабалар жаңағы мына мыс қорту жаңағы индустриясымен айналысқан екен. Мыс қорту. Сол жерде мыстың жаңағы неше түрлі нелерін кейін келіп, жаңағы мына Артықбаев дегеннің несінде бар, профессор Артықбаевтың жаңағы кітабында жаңағы жазылған ол өзі. Сол жаңағыдан не тауып алып, жаңағы мыстың жаңағы қорытындысы жаңағы қола ма сонда енді жаңағы қортқан болу керек. Жаңағы пештерін тауып алған, қортатын пештерін. Сосын әлгі неше түрлі қалыптар тапқан сол жерден. Жаңағы қалған жаңағы қортылмай жартылай әкелген жаңағы мыстың нелері қалған, рудалары жаңағы. Сол жерден үлкен. Оны да енді бір кезде біздің халық керемет қой. Зерттемеген, нетпеген жерді қаза берген ғой. Соның жартысын ана дамбыға лақтырып жіберіпті жаңағы, сындырып жаңағы. Сол жердің жанында қалған жаңағы. От көрдіңіздер ме? Біздің жер қандай бай жер сонда. Мына өз тоғайдың өзінде. Сол 2000 жыл бұрынғы уақиға сондай болған. Оны мен бір тағы видеоларда көрсеткем, оны іздеп келген адамдар да болды. Мына жаңағы видеомды менің салып осылай
қазір YouTube дегенің бүткіл дүние жүзі қарайды ғой. Сонда қарағанда бір Москвадан азаматтар кепті жаңағы. Осылай мыс тауып алыпты деген әлгі келіп осы жаққа бір келгенде мені іздеп жаңағы қазақтың жігіттерін салып маған сол жерде көрсетіңізші осылай деп жаңағыдай. Мен енді жобасын сол білемін енді, дәл енді сол қай неде екен. Енді дәл міне жер деп айта алмаймын, неге десеңіздер. Сол бір километрдей жердің ішінде енді жаңағы. Қартасы түгелі бар, ана Артықбаевтың кітабында бар жаңағы. Ертіс өңірі деген жаңағы бір кітабы бар екен. Соны ұмытып қалдым мен соны. Сол кітаптың ішінде. Көрдіңіздер ме? Ал жақсы, аманшылықпен кездесейік. Міне жаздағы балық аулайтын жеріме келдім. Тоғай енді ауырлау батпақ. Байқап жүрмесең батып қаласың. Шүлеммен малақайымды таба алмадым. Енді айналып жүрген. Бағана кетіп бара жатқанда жол іздеп. Қайда шығып қалғанын байқамадым. Прям тік жол болмады. Жарайды енді. Садақа жоғалған нәрсе. Біреу болса біреу тауып алар. Жоғалтып алғанымды айта кетерім осы маңайға. Сондай жағдай. Енді міне қазір осы жерге ар жағына барам ба деп едім, батпақ екен. Анау жерден өте ауыр жолға шығып. Енді не болсын осы жерден қайтам, Құдай жазса. Тоғай ауыр өте. Мынау Урал болғаннан кейін ғана шықты, әйтпесе ана мотоцикл, мынадай мотоцикл жүре алмайды Тоғайда. Міне осындай жағдай. Серуенімді жалғастырам енді ары қарай үйге қайтуға. Қазір кішкене мотоцикл суысын жақсылап тұрып жолға шығып таған. Міне ауылдың жаны осы. Мына астына қыстырып қоятын нәрсені төмен қоюым керек еді. Қателік өзімнен болды. Мына ішіне салып түгел неден шүлемменен жоғалтып алдым мен. Екі ортада. Жарайды енді бал. Құдай жазса жазды жаңасын аларым. Кәстер жоғын ба деген енді. Кім біледі енді. Мынаның астына қойым керек еді. Басып. Әрқашанда. Түспейтін анау жерден. Қатты соқ. Ана бір соғып қалғанда сүшіп кетті. Мына жерден мыналар түгіні. Еді. Жарайды енді. Уақаш жоқ. Қазір осы жерден айналып қайтам енді. Сағат 2 болып қалды. Батпақ қандай мына жерден. Нелігінен, Уралдығынан өтіп кетті. Әне, тайғанақ. Мынау жерден жазды бойы балық аулағанбыз. Енді мынау жерден жарыпты. Неге? Анда тыр жарған ба? Жазда жайып жақсы балық аулайтынбыз бұл жерден. Шабақ, табан, алабұға дегендер түсетін осындан. Енді қазір білмеймін енді. Бұл жерден су жылтырап тұр екен. Алау жерден
Осы өрі жерден жақсы өтті. Қамыс туралы жап-жасыл болып тұрған жер. Қандай әдемі еді. Қазір де әдемі өзінің табиғаттың әр кез уақыты ғой. Сарғайып ендігі жылға дайындалып отыр. Ана жерде жазда талай рет аяғымды тығып алып едім бесікке. Енді көрініп тұр. Шөптен бұрын көрінбейтін. Шөп жек қойған ба мал. Қалың шөп едім жер. Жарайды енді. Қазір көремін өр жерде шұқылап жай. Міне аман есен үйге де жеттім. Енді жоғалтқаным шлемменен малақайым еді. Енді садақа бас садақасы. Алла Тағала табылса табылар, табылмаса қояр. Үйге келіп қалдым. Көршімізді көрейін екен. Ал енді аманшылықпен Алла кездесуге нәсіп етсін. Барлықтарыңызға аманшылық тілеймін. Кім ой?